Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қатпарлы самсаның рецептімен бөлісемін. Менің видеом соңына дейін тамашалаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Міне қараңыздар, осындай қатпарлы болып шығады, және бұл қамырдың құрамы өте қарапайым, жай ғана су, тұз, ұннан тұрады. Және арасына жаққанға сіздерге 150 граммдай сары май қажет болады. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге ең алдымен 300 мл су қажет, және 1 шай қасық тұз. Ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Граммдардың бәрі өлшеніп, описаниеде жазылып тұр. Тек ұнда плюс-минус 20 граммдай разница болады, өйткені әр өңірде ұнның тығыздығы әртүрлі, әр ұнның да тығыздығы әртүрлі болады. Міне қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып 20 минутқа демалдыруға қалдырамыз. Қамыр демалып жатқан кезде салмасын дайындаймыз. Бізге пияз қажет және тартылған ет, және мен құйрық май қостым. Қоспасаңыздар да болады. Және асқабақ. Асқабақтың орнына картоп қосып жіберсеңіздер де болады, егер асқабақ ұнатпайтын болсаңыздар. Немесе мүлдем қоспай қойыңыздар. Жарты шай қасық тұз және бұрыш қосамыз. Араластырамыз. Араластырып, бетін жауып, холодильникке салып қоямыз. Ал енді қамырымызды жаямыз. Дайын болған қамырды 4 бөлікке бөлесіздер. Әр қайсысын осылай дөңгелектеп зуала жасаймыз. Міне, енді шетінен алып, жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Әр қамырды жеке-жеке жайып, ортасына ертілген сары майды жағып шығамыз. Барлық жеріне осылай жақсылап жағып шығасыздар, және бөлек оқтау алып орайсыздар. Әр қамырды осылай қайталап орап шығасыздар. Бірінің үстіне біріне орап, осындай болып шығу қажет. Міне осылай жасайсыздар видеодағыдай. Магазиннен дайын қамырды сатып алып жасағанша, осылай өздеріңіз таза сары маймен жасасаңыздар болады. Магазинде маргаринмен жасап сатады ғой негізі. Міне кесеміз осылай. Кесіп, әр қайсысын жеке-жеке кесіп шығамыз. Міне осылай кесіп шығасыздар. Қамырымыз жұп-жұмсақ. Енді осылай тақтайға салып, морозилкаге 20 минутқа қоямын. Кішкене қамырымыз қатуы қажет. Немесе холодильникке 1 сағатқа қалдырсаңыздар болады. Ал енді қамырымызды жайып шығамыз 20 минут өткеннен кейін. Осылай кесесіздер, егер 4 бұрышты қылып жасайтын болсаңыздар самсаларыңызды. Мен қазір сіздерге бірінші домалақ түрін көрсетемін. Міне осылай жасап шығасыздар дөңгелек етіп. Әр қайсысын жайып, салмасын салып, домалақ пішіндегі самса жасап көрсетемін сіздерге. Міне қараңыздар, қатпарлығы осы видеода да көрініп тұр. Міне осылай түйіп шығасыздар, дәл видеодағыдай. Жақсылап түйіңіздер, өйткені қамырдың майлылығынан ажырап кетеді. Міне дайын болды. Ал енді 4 бұрышты самсамызды, қамырымызды жайып, осылай буып шығасыздар. Қысып, жақсылап буып шығыңыздар.
барлық самсаларымызды осылай түйіп шығамыз. Және пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіріп шығамыз. Бетіне мен жұмыртқаны жағып жібердім, бір жұмыртқаны жарып, осылай жағып шығасыздар әр қайсына. Және бетіне кунжут сеуіп шықтым. Сіздер бетіне бұрыш сепсеңіздер де болады, немесе кунжуттың қарасында сеуіп жіберсеңіздер болады, немесе мүлдем сеуудің де қажеті жоқ. Мінекей самсаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі ылғалды болып шығады. Рецепт ұнады деген ойдамын достар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Сана Сұлтан каналы. Көріскенше достар.